Осы өтемен ұжымына келгені бүгін 5 күн болды. 5 күннен бері осы емін алып жатырмыз. Қақсып ауыратын еді, ауруы пәсейді, өте жақсы болды. Маған өте пайдасы тиді. Иншалла, екінші сіздердің қолына Алла шипасын берсін. Баланың кешегіден үйге барғаннан жақсы. Аяғын кішкене жылып, алдынан аяқтарын постоянно ұстап тұратын жерлерін істеп. Көңілі жақсы. Бір Алла шипасын берсін. Осында еңбек жатқан жеріміз бар. Кешегіден бір жерге результат бар шамалы. Папаға қаларында қызып, жылып, жаңағыдай. Алдын салқын болып тұрады. Мен былтыр 2 тізем бастырмай ауырып келген, былтыр 11-ші айда келген. Содан 10 күн ем алып, осы Рәшаттан лоңқа төңкерді, майбұла қойды. Массаж жасадына, белме лоңқасына, желкемен лоңқа төңкерген. Мына тіземе майбұла қойып, ине жатты. Мен сол Алматыдан келдім, арнайы. Осы кісінің атын естіп ем беріп өнім беріп жатыр, Аллаға шүкір, жақсы бәрі дұрыс. Инемен сол өкілмен емдеп жатыр, барлығы жақсы. Қазір бүгін аяғымен өзім келдім. Көп рахмет бұл кісіге. Тағы емін жалғастырамын. Емдеу орталығына келгем. Әзір жақсымын, бүйтіп ине қойдырып жатырмын. Неменесін өнімін көрдім, жақсы екен өте. Керемет екен. Емдеу бәрі жақсы деп бәрі разы болып жатыр. Мен де разы болып отырмын, жақсы. Жеке бір жол емес, талай рет кеп көрініп жүрміз. Баланың емдеуі бәрі